Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз шахмат партиясында жиі кездесетін терминдердің біріне арналады. Шахмат партиясында жиі кездесетін терминдер ол қосарлы шах, яғни двойной шах деп аталады. Қосарлы шах дегеніміз бір мезетте патшалық фигураға екі фигураның шах жариялауы. Яғни біз бұндай жағдайда өзіміздің патшалық фигурамызбен шабуыл жасалған орыннан басқа жаққа ауысуға мәжбүр боламыз. Себебі біз білетін патшалық фигураға шах жарияланған кезде біз үш түрлі әдіспен қорғанатындығымыз. Яғни ол шах жариялаушы фигураны жою, я болмаса сол аралыққа тұрып шахты тоқтату, я болмаса патшалық фигураның орнынан қозғалуы. Ал қосарлы шах кезінде біз міндетті түрде патшалық фигураны орнына ауыстырамыз. Себебі біз бір мезетте шах беруші екі фигураны жоя алмаймыз, я болмаса екі фигураның алдын бөгет жасай алмаймыз. Келесі мына мысалды алып көрелік. Жүріс ақтарда, яғни біз бұл жерде қос шахты піл фигурасы арқылы беретін боламыз. Бұл жерде бірінші біздің шах жариялаушы фигурамыз ол піл, ал екінші фигурамыз ол кеме. Біздің уәзір фигурамыз екі фигураны да жоя алады, алайда тек бір ходта екі фигура жою ол мүмкін емес. Сондықтан біздің жалғыз амалымыз ол патшалық фигураны орнынан қозғау болып табылады. Қос шаққа келесі кезекті мысалымызды қарап көрейік. Біз ат фигурасы мен патшалық фигураға шах жариялайтын боламыз. Алайда бұл жерде біз бір мезетте шах жариялай отырып, уәзір фигурасына қауіп төндірдік. Біздің ат фигурамызды қарсыласының ат фигурасы жоя алады. Алайда бұл жерде бір жоя алмайтын себебі бар, ол біздің піл фигурамыз патшалық фигураға шах жариялап тұр. Сол себепті бір мезетте қос шах жариялану есебінен патшалық фигура орнынан қозғалуға мәжбүр. Бүгінгі бейне сабағымыз осымен тәмамдалды. Келесі бейне сабақта кездескенше.